Қанат Әбілхайыр, жынды. Нұрлан түнімен мазастанып шықты. Ұйықтады ма, ұйықтамады ма белгісіз. Әйтеуір бір сиқыр маза бермеді. Әлдебір елес бөлмені аралап кезіп жүрген секілді. Көрпені қымтанып алып, көз шырымын алмақшы еді, онысынан да түк өнбеді. Керісінше байғұс баланы бағанағы елес алқымнан алып, тынысын тарылта, қылғындыра түсетін сияқты. Дем жетпей барады. Қымтанған көрпесін аяғымен теуіп кеп жіберді. Балаң жігіттің болаттай денесін салқын леп желпіп өтті. Тұла бойын үрей билеп алған екен. Көзін тарс жұмып алды. Ту сыртында біреу тыныс алып тұрғандай, қолымен құлағын біте қойып еді, бүйірінен түртіп жіберді. Денесі дір ете түсті. Бүйрегі шаншу қадалғандай шым ете қалды. Құлақтағы қолын бүйіріне апарды. Пыс-пыс-пыс-пыс демалып жатыр. Дәл қасында анық естілді. Төрт қабырғасы қарауытқан тар бөлмеде өзінен басқа біреу бар. Қазір көзін ашса жүрегі жарылып кететін сияқты. Дүрс-дүрс. Құлын жүрегінің тұяғы кеудесін тепкілеп жатыр. Осы сәтте әлдебір аялалаған шашынан сипады. Нәзік саусақтардан жылылық сезілетіндей. Ыстық, үрей де сейілген сияқты. Шыдамады. Көзін ашып кеп жіберді. Өз жатқан төсектен біреу апыл-ғұпыл түрегелді. Дыбыс шыққан бетке көз қиығын тастап үлгерген сол еді, көмескі бейне ұялғандай кейіп танытты. Шашын кескен аласа бойлы қарақат көзді сұлу қыз жылап тұр. Аппақ көйлегі өзіне құйып қойғандай екен. Аяғында ұзын өкшелі туфли. Артқа шегіншектей беріп еді, сүрініп кетті. Терезеден түскен айдың сәулесі қыздың өңін шырайландыра түсті. Ғайыптан келген періштеге құмарта қарады. Қорқынышы ұмытты. Осы әсерді бұрын да басынан кешкен сияқты. Қапелімде қай кезде екенін есіне түсіре алмады. Тайсақтаған жанарына ие болып тіке қарады. Елес қыздың көзіне көзі түйісе қалып еді, шыдатпады. Тек көзқарастар бір-бірін сағынғандай аймалап, бірі-бірін сүйіп өткендей күй кешірді. Жанарлардың сүйісі. Нұрлан есін жия бастады. Мынау қорқынышты елес екенін ойлап еді, біреу үстінен суық құйып жібергендей болды. Дереу көрпені бүктеп, бүк түсіп жата кетті. Арқасынан бағанағы нәзік саусақтар сипалап жатыр. Қарақат көз, таныс, я бір кездері көрген. Өңменің тесіп өтер күнәсіз көзқарасы санасының бір түкпірінде сақталыпты. Кім еді ол? Қандай пенде? Қандай періште? Есіне түсіре алмады. Қыз баяу ғана қозғалып көрпенің шетін сырды. Үн шығармасынан қасына келіп жатты. Нұрлан шыңғырып жіберер еді, даусы шықпады. Көмейіне қара тасты тығындап кептеп тастағандай. Беймаза күйде жатып ұйықтап кеткен секілдеді. Жоқ. Мынандай сәтте ұйықтау қайда? Көзі ілінбепті. Ұзақ үнсіз жатты да қойды. Бөлмеден тұра қашуға дәрмен жоқ. Қазір ғана көңілге періштедей іңкәрлік сезімін оятқан елес қыз алқымнан алып буындырып өлтіре салатын секілді. Өлім не деген қорқыныш деді. Мынау жатқан жерге көрге ұқсап кетті. Қараңғы түнек қабір. Барса келмейтін тұңғиық әлем. Қайта шығар жол жоқ. Ажалмен жетектесіп кете барасың мәңгілікке. Бітті. Теңізге батқан қара тастай жоқ боласың. Жоқ. Мынау ғаламат ғаламнан бірде-бір белгі қалмаған. Кешегі Нұрлан атты бала ертең жоқ. Қанша қорқса да жон арқасында жатқан қызға қарап көргісі келді. Ақтығыр еді. Қыздың ойына ештеңе кіріп шықпайтын секілді. Жеті атасының үйінде жатқандай пыс-пыс етіп ұйықтап жатыр. Не де болса анықтап көрейінші деп ойлады. Бар күшін жинап аунап түсті. Таң да қылам берген екен. Әлсіз сәуле бөлменің қабырғаларына жарықтың дәнегін себе бастапты. Жоқ, ештеңе көрінбейді. Айналасына көз жіберді. Жым-жылас. Ақырын көрпесін өзіне қарай тартты. Жүрегі және дір етті. Көрпесі ауырлап кеткендей. Жамылғысын сілкіп қалған еді, мяу деп қара мысық еденге төрт аяқтап түсті. Түнімен қорыққаны өздерінің қара мысығы екен. Қарақат көзді қыздың ұйқысы қанып-ақ қалыпты. Күндегісінен ұзақ ұйықтаса керек. Нұрлан көрпені серпіп қалғанда, жүзін ыстық леп есіп өтіп, юпа-тюпа болған шашын одан әрмен қобыратып жіберді. Сонда да жата түскісі келіп еді, терезенің арғы жағынан мектепке асыққан балалардың даусы естілді. Ішінде інім мен сіңілім жоқ па екен деген оймен атып тұрып терезенің ернеуіне жабысты. Жоқ, ауыр күрсінді.
Бүгін тағы көре алмас па екенмін. Ақырын басып айнаның алдына барды. Күндегі әдетімен тұңғиық мұңды жанарына ұзақ қарап тұрды. Түпсіз терең көзқарасынан өткен күннің елестерін көргендей болды. Тамылжыта ән салғысы келді. Өзгелер дуылдап қол шапалақтаса деп ойлады. Бұрынғыдай мұңды емес қуанышты бір әнді бастады, бірақ ән айтуға бабы жоғын түсінді. Өзгелерге әлі өлмегенін, тірі екенін айқайлап тұрып айтқысы келді. Шекараны бойлап ағып жатқан Сүмбе өзеніне барып шомылғысы келді. Сыныптас қыздармен сырласқысы, сыр ақтарысқысы келді. Амал не? Қарғыс атқыр аядай 5 бөлмелі үйден ұзап шыға алмасын сезді. Сезді де ауыр күрсінді. Күрсінісінен кеудесін от шарпып өткендей болды. Айналасына күмәндана көз жіберді. Ешкім жоқ екен. Үй иелері мұның күрсінгенін естісе тағы да үрейленер еді. Қыз ешкімді қорқытқысы келмейді. Жанарына айнадай тағы да көз жіберді. Домбығып ісіп кетіпті. Түнде неге сонша егілдім екен деп ойлады. Неге жылаймын? Неге? Өз сұлуына өзі сұқтанды. Өзгелер көре алмайтын, көрсе де бағалай алмайтын сұлулығына бұлайын. Осыдан дәл 2 апта бұрын бұлай күйзелмейтін еді. Бұлай өзін өзі мүжімейтін. Неге күйзелсін? Әкесін күнде көретін, шешесі ұйықтағанда байқатпай барып жанына жататын. Анасы оянбай тұрып таңсәрде өз бөлмесіне кетіп қалатын. Інісі мен сіңілісі де 5 бөлмелі үйде ұлан асыр той қылғандай әптер тәптерін шығаратын. Асыр салған екеуіне сырттай қызығатынның өзі неге тұрады? Мұның бөлмесіне жайшылықта ешкім бас сұға бермеуші еді, мазасын да алмайды. Өзімен өзі ой жетегіне еретін. Балғын балалық шағына саяхаттайды. Үйдің дәл қасындағы мектепті, сол мектепте сабақ беретін ұстаздарды, бірге оқыған сыныптастарды ойлайды. Әлде несіне түсіп күліп жібереді. Кейде мұңданып қалады. Есік сықыр етті. Қыз демін ішіне тартып тұра қалды. Осы үйдің жаңа егесі, яғни Нұрланның анасы екен. Соқтығысып қалмайын деген оймен ақырын ғана бұрыш жаққа жылысып кетті. Баласы жатқан төсекті тез-тез жинастыра бастады. Аңылдап ән айтып жүр. Жол жаққа қараймын, сен жоқсың арайлым. Қыз несіне жетісіп ән айтады екен деп ойлады. Тым құрса менікіндей де даусы жоқ. Төсек орынды реттестіргеннен кейін қайтуға ыңғайланды. Әлдебіреуді күткенде біраз тұрды. Бірдемені ұмытқан секілді. Сосын терезеге жақындап мектеп жаққа қарады. Әннің қайырмасына келді. Кешікпей келем деп мен тұрмын елеңдеумен. Қыз анасындай мына кісінің қылығына күліп жібере жаздады. Қызық, бір қарағанда аумаған өзінің анасы, құтты құйып қойғандай. Қимылы да Нұрланға деген көзқараста өз анасын есіне түсірді. Тек 2-3 күн болды Нұрлан мектепке кетісімен тарих пәнінің мұғалімі әленді оқушылар осылай айтатын. Бірдеңеден құр қалғанда екі өкпесін қолына алып жетеді осында. Апайдың бұлтарғанына қарамай түрткілеп ойнаған болады. Апай 18-дегі қыз, Тарих ағай 25-дегі жігіттей кепкен еді. Тарих ағай мысық, апай тышқан сияқты. Тарих ағай тығылған болып, апайды бас салады. Құшақтап ерінен сүймек болады. Апай алғашында әйелге тән ұяңдықпен қарсыласады. Бірақ қарсылық ұзаққа созылмайды. Тарих ағайдың дегені болады. Сосын қыз одан әрі қарауға шыдамай өзге бөлмеге өтіп кетеді. Тас қабырға қыз үшін бөгет емес. Ар жақтағы дауыс ап-анық естіліп тұрады. Мен осы сәтті 16 жыл күттім дейді Тарих ағай. Апай ерін тістелеп жылай береді. Сол жыласпен қоса рахаттанған бір дауыста үстіге шығады. Елес қыз да өз-өзіне ие бола алмай өзімен өзі арпалысады. Өмірінде бір рет, өмірінде бір жігіттің құшағында ауыр күрсінді. Әйелге деген қызғаныш сезімі оянғандай. Бір от тұла бойын күйдіріп бара жатыр. Дереу құлағын бітей қойды. Бәрібір естіледі. Өмірінде алғаш рет еркек кіндіктіге өзіне 5 жыл мұғалім болған ұстазына қызыға қарады. Апай түлкі бұланға салып жатыр. Тарих ағай бір күттей шүгілгеді. Жемтігін жәукемдеп жатыр. Ештеңеден хабары жоқ Нұрлан есіне түсті. Ол алаңсыз сабақта отырған шығар. Осыны ойлап еді, Тарих ағайды да Нұрланның анасында жек көріп кетті. Бәрібір, жек көргенмен ештеңе өзгермейді. Мына өмір қандай пәк болса, сондай лас екенін аңдады.
аңдады да ұзақ жылады. Нұрлан сабақ ұйықтап қала жаздады. Қор ете түскен екен, қасында отыратын бала түртіп жіберді. Селк етті. Қайда отырғанын ойлап үлгермеді. Ду күлді. Дәл қарсысында қазақ тілі мұғалім тұр. Әлімов, неге ұйықтап отырсың? Ұйықтап отырған жоқпын. Сыныптастары тағы да ду күлді. Ту сыртынан біреу. Ол ұйықтап емес, қорылдап отыр деді. Дауыс шыққан жаққа қарап еді, кім екенін аңғарып үлгермеді. Ыңғайы әлі ұйқысын аша алмаған сияқты. Ұйықтап отырмасаң, мен не айтып жатырмын, қайталашы. Нұрлан жерге кірердей ұялып басын сипалап тұрып қалды. Бұған ренжіген мұғалім. Түнімен шошқа тағалағансың ба деді. Сыныптағы күлкіге кенеліп қалды. Бұл өмірде елдің күлкісіне келемежіне қалудан артық қорлық жоқ. Тісін қанша қайрағанмен амал қайсы, қолдан келер қайран жоқ. Бас салбырап қашанғы тұрсын. Мұғалім зілді дауыспен отыр деді. Отырып еді, түндегі жайсыздық ойына орала кетті. Жарымжан көңілі құлазып сала берді. Үрейлі ойдан қашып, терезенің ар жағындағы әлемге көз жіберді. Мектептің алдында терең ойға батқан Хакім абайдың ескерткіш тұр. Мыңмен жалғыз алысқан құлама, шына шақтай баланың мұңын түсінер ме екен? Әй, қайдам. Тас мүсінге жан бітіп, сөйлеп кететіндей әсер қалдырады. Тіпті жансыз ескерткішке қарауға қаймықты. Егер қарайтын болса, ескерткішке тіл бітіп, түндегінің мысық емес, беймәлім бір күш екенін айтатын сияқты. Бүгін түнде сол күш баланы буындырып өлтіретінін, сол үшін бүгін ол бөлмеде түнемеу қажеттігін ескертетін сияқты. Тас мүсіннің артында қарақат көзді ақ көйлекті қыз тығылып тұрған сияқты. Әйтеуір сияқты. Басқа бірдеңемен алданғысы келді. Тағы да терезе жаққа көңіл аударды. Құлпырған сирен гүліне ұзақ қарап қалыпты. Ар жақта гүлден гүлге ұшып қонып жүрген араның дауысы анық естіліп тұр. Бұл да болса кешегі түнді ұмыттыруға медет бола алатын шығар. Кішкентай ғана тіршілік иесі тынымсыз еңбектеніп жүр. Я бұл да алданыш бола алмады. Түндегі беймаза шақ қайтадан есіне түсті. Сұлу қыз, шашы қандай еді. Қысқа ғана, өзіне жарасады екен. Қарақат көз, қайдан көрдім? Қайдан? Жоқ әлде мүлдем көрмедім бе? Көрмесем, мұндай күйге түсер медім? Көрсем, өз өміріне көз жүгіртті. Өз ауылына, сыныптастары жоқ, бірде-біреуінің жанар кешегі қыздың көзіне ұқсамайды, жылап тұрған. Дәл сол қыздай шынайы егіле жылаған бірде-бір жанды көрмепті. Түнде сол қыздың жанарымен жанар түйісіп қалды ғой. Қара мысықтың көзі. Жоқ, мүмкін емес. Сондай пәк, сондай әдемі. Одан ары ойлаудың өзі үрейлі. Дірір етті. Қасындағы досы бүйірінен түртіп қалған екен. Кеше дәл осылай түртпеп еді. Қоңырау соғылыпты. Қыз терезеден сыртқа қарап тұр. Алақандай ғана ауыл. Қилы тағдырлар, бәрінің өмірінің бір ұшы осы бір ауылға күрмеліп байланып қалғандай. Алысқа кетеді, қайтып келіп жатады. Келмейтіндері де бар. Ой, оларды қойшы. Аядай ауылдың бәрі бірін таниды. Бүгін болған жайды ертең елдің бәрі естиді. Әлде бір сырды бөгіп қалу мүмкін емес. Әне, көрші үйдің қызыл сиыры туған сияқты. Кеше мына бір тұста желіндеп жардай болып жүреді. Бүгін қораға қарап мөңірейді. Ыңғайы бұзауда енесін іздейтін шығар. Өз сияқты. Анасын ойлады. Мұны өлдіге санап денесін желеуге әкеткенде қалай боздап еді. Қасына келіп, ана жыламашы, мен тірімін ғой демек еді. Үш әйел денесін шомылдырды да ақ кебінге орады. Анау бір көрші апа ренішті кейіппен. Қабая қыздың омырауы мен ұятты жерін жабатын қолаң шашы жоқ екен-ау. Мұндай болады деп кім ойлаған? Тіпті құлағының тесігін де бітеліп қалыпты. Балалық жасап, өзіне өзі қол жұмсады-ау. Енді жаназасы да шықпайтын болды. Алла алдынан жарылқағай деді. Сол-ақ екен, кілем көтеріп 5-6 ер адам кірді. Бәрін таниды, осы ауылдың ақсақалдары. Мұның денесін әлгі кілемге орады да көтеріп ала жөнелді. Құр денені көтерген ағалары мен аталарының аяғына жабысып жылап келеді. Әкетпеңдерші денемді, мен тірімін ғой, тірімін. Осы сәтте бір топ адам дауыс салып жоқтау айта бастады да, мұның жалынышты үні сол жоқтауларға жұтылып кетті. Елмен ілесе табалдырықты аттап еді, ар жақ қап қараңғы әлем екен. Дереу кері қайтты. Өз үйі табалдырықтан тағы аттады. Үрейлі дыбыстар. Шыңғырып жатыр, жылап жатыр. Біреулердің денесін құрт құмырсқалар кеміріп жатыр. Біреулердің мойнына әбжыландар оралып алыпты.
Кері қарай бір қадам басты. Өз үйі. Анасының шашы жайылып кетіпті. Тура өзіне қарай еңіреп жылап келеді екен. Құшақтай алды. Дәл осы сәтте анасы талқысып құлап бара жатты. Көзіне жас келіп қалып еді. Көшеде жүгіріп ойнап жүрген Дидар мен Тұрысбектің дауысы, көршілерінің балалары, көңілін бөліп жіберді. Сарытөбе деген жаққа көз жіберді. Ех, інім мен сіңілім қайда жүр екен? Сағыныпты. Олар көшпегенде осы үйді қан базарға айналдырып жатар еді. Ойынның түбін түсірер еді. Сөйтіп жүріп бір-біріне ренжіп жылап қалар еді. Төбелесті бастайтын да, бітіретін де, күлдіретін де, бүлдіретін де, қуантатын да, жылататын да сотқар інісі. Бұл шекісі ұзаққа бармайтын, сіңілісі тез ренжігенмен тез уанатын, тез жебейтін. Бір қарасаң соғысып, енді бірде түк болмағандай ойнап кете баратын. Әпкелер сыртынан ғана қарап бақылап тұрушы еді. Сол бір күндер бақытты шақтар екен ғой. Енді ол күндер де қайтып келмейді мәңгілікке. Есік алдына шығар ма еді деп ойлады. Табалдырықтан араттаса көрге түскенде күй кешетінін біледі. Десе де есіктің арғы жағы қайнаған өмір. Тек саңылау тауып, сағалаудан өзге қайран жоқ. Моп-момхан ауыл, қаймағы бұзылмаған қазақ орта. Мазасыз масасы да, ыз еткен шыбыны да жоқ. Тек шекара бойындағы өзеннің гүрілі ғана тыныштықтың көйлегін дар-дар жыртады. Ерменнің иісі танауыңды қытықтайды. Бір түп жусан болса ғой деп армандайды. Сол жусаннан әкесінің иісін иіскереді. Есік алдында қаулап өскен алабұтаға қарады. Бір түбін жұлып алып танауға тығар ма еді? Ермен иісі. Үп еткен самал сол иісті одан әрмен құлпыртып жіберетін. Сирен гүлдеген кезде бұлдай гүлдеп шыға келуші еді. Осы үйді талай жігіт төңіректеп жүретін. Інісі мен сіңілісі кәдімгідей қызғанып әпкесін қоритын. Ол дәуренде анау Сарытөбеден асып кетіпті. Көрші үйдің қызыл сиыры қораға қарап тағы да бір өңіреп қойды. Нұрлан сабақтан қайтқанда күн тасбақадай тырмысып жүріп тас төбеге көтеріліп қалған еді. Түндегі қорқынышты ойдан арылайын деді. Арылмағанда ше, қорыққанға қос көрінеді. Жігіт емеспін бе? 13-те отау иесі дейді ғой. 13-ің не? Бақандай 15-темін. Енді әкем де жоқ. Анама қорған болуым керек. Ол үшін оны қойшы, бір қара мысыққа бола елге күлкі болармын. Өткенде ауыл балаларымен жотағыдағы қабірлерді аралаған есіне түсті. Езуіне күлкі үйірілді. Жаны мұрынның ұшына келіп, талбалақтап жүгіріп еді-ау. Бұл да сол секілді оқиға ғой. Ауылдың бас жағында Белтоған атты канал бар, ал Сүмбе өзені шекараның ішінде. Белтоған каналы сол Сүмбеден бөлініп шығады. Ауылдың оң қапталы темір қоршау. Тек шекарашылардың рұқсатымен ғана өтуге болады. Ауылдың төмен жағында үлкен қақпа бар. Шекараның ішіне өтетін ауыл адамдары сол қақпадан кіріп, сол қақпадан шығады. Ішке тек құжатпен ғана кіргізеді. Естияр адам болмаса, балалар өз беттерімен ол жаққа бара алмас еді. Ойнайтын жер де тар, тынысыңды тарылтады. Ауылдың солтүстік батысы әйгілі Жабырдың жотасы. Сол жоталар көңілге медет. Амалсыздан балалар Белтоғанды жағалап кететін. Нұрландар да сол Белтоған жаққа жүрген еді, Әли жүгіріп келді. Бұл өзі қулау бала. Не әзілін, не шынын аңғару қиын. Екі бетті нарттай болып қызарып жүргені. Шығармайтын бәлесі жоқ. Балалар, битке барып қайтайық. Балалар төбеден түскенде ұсынысқа аңтарылып қалды. Ой, сен немене нағашыңдікіне баратындай айттың ғой, деді Нұрлан. Барса несі бар, қорқасыңдар ма не? Мен қорықпаймын. Кім су жүрек қоян болса, сол бармай-ақ қойсын, деді Әли Нұрланға қарап. Мен қорықпаймын. Қорқасың, қорықпасаң нан ұрсын деші. Демеймін. Демесең су жүрек қоянсың. Ал дедім, нан ұрсын. Сен нан ұрсын деген жоқсың, мынан ұрсын дедің. Нан ұрсын дедім. Нұрлан шақылдаған мына пәлекетті алқымнан алып сыбағасын берер еді. Амал не? Өзге ауылдан келген. Мына балалардың бәрі Нұрланға батпай жүр. Бір шей шықса жабыла кетуі мүмкін. Сақтықта қорлық болмақ емес. Амалсыздан бәрі қабірстанды бетке алған. Бәрінге жүрегі лүпілдеп келеді. Әли ерекше мас. Анау тұрған үлкен күмбез осы биттердің бастығынікі. Соған барып топырақ салуымыз керек деп қояды. Сосын не керек, мазарларды аралап жүріп үлкен күмбезге де жеткен. Жете берген кезде Әли тағы да бір пәлен шығарды. Осы күмбезге бәріміз амандасып кіруіміз керек деді. Енді шегінуге жол жоқ еді. Кірмейді екенсің, мазаққа қыласың. Бір керегесі қақырап қалған қабірдің ішінен пыр етіп торғай ұшып шықса да жалпаңнан түсуің мүмкін. Балалар бісмілласын мың қайтар айтып бір-бірден мазарға кіре бастады. Нұрлан шеткерек тұр еді.
жабыр жоталардың көрпесі салақ әйелдің жиналмаған төсегіндей ұйпа-түйпа болып шашылып жатыр екен. Тауға қарай көк есегімен елеусіз шал тоңпаңдап барады. Мына балалар не істеп жүр дегендей анда-санда қарап қояды. Нұрланның жанары балалар кезектесе амандасып кіріп жатқан еңселі күмбездің құлаған қабырғасындағы саңылауға ұмсынып еді, тас төбеге көтеріліп қалған күнге қарықты. Құлағының түбінен сүмбенің сұлу ағысы қытықтағандай болды. Салқын жел мазарлардан әлдебір күңіренген дыбыс шығарып, құлындай жүрегін дірілдетіп, әлдебір жын шайтанның симфониясын әуелетіп жатқан секілді. Мазардың қабырғасындағы ескерткіш тастағы жазуды ежіктеп оқыды. Қалмырза ұлы Несіпбек, 1931-1988 жыл. Достары мен балаларынан. Құдайға шүкір деді іштей. Әліпті таяқ деп біледі. Әйтпесе мына моланың кімдікі екенін де білмес еді. Осы сәтте танауынан сырылдап пыш-пыш еткенін аңдады. Еркінен тыс ала қашқан мұрынның суын жеңімен көлденеңе сүрте қойды. Бұл қабірдің егесі Несіпбек шал. Өзінің топшылауынша ол кісі Нұрланның 2 жасында дүние салған. Бұл ауылда кімнің әкесі, я кімнің туысы екенін бір Құдай біледі. Кіру кезегі Нұрланға да келіпті. Өзгелер секілді ассалаумағалейкум ата деген сол ар жақтан алейкумассалам деген үрейді дыбыс шықты. У-шу асан-қасан. Біреу құлап жатыр, бірі тұрып үлгерді. 4-5 бала бірден мазардың есігіне кептелген. Бәріне жан керек екен. Мазардың үстінен секіріп сырынып қабылып ауылға қарай дедектеген. Нұрлан да өзгелерден қалыспады. Соңғы кіргендіктен есік жаққа тұр еді. Есіктен де бірінші шықты. Тек қашып келе жатып, шеті түсіп кеткен бір қабірге шалынып құлады. Жүрегінің жарылып кетпегеніне қайран қалды. Ол не болған аңғарып үлгергенше үстінен 3-4 бала өтіп үлгерді. Бұл оқиға бүкіл ауылға жыр болды. Бәрін ұйымдастырған Әли алдын ала ауылдың үлкен жігіттерімен келісіп алыпты. Бір жүрек жұтқаны күмбездің ішіне барып жатқан. Уәлейкумассалам деген ешқандай әруақ емес осы ауылдың. Ғазиз деген баласы екен. Қорыққанға қос көрінеді деген осы. Сол кезде де аман қалып едік. Енді неге үрейленіп жүрмін деп ойлады Нұрлан. Үйіне келді, дереу киімін ауыстырды. Асықпай отырып түстенді. Балалармен бірге Белтоғанға барып суға түсетін уақыт болып қалыпты. Кеш батқанша сол жақта жүретін. Футбол, аударыспақ ойнайды. Кеш бата діңкелеп кеп құлайды. Бүгін Белтоғанға барғысы келмеді. Түндегі қанбаған ұйқының сазайын бермек. Төсегін салды да жатып қалды. Көрпені қымтап алған балаң жігіт мына қылығына қыздың күлкісі келді. Қазір асықпай ұйықтап алсын, мазаламай-ақ қояйын деп ойлады. Бәрі неден басталып еді? Апасының келгеннен. Жоқ, анасы аппақ көйлек әкелген күні. Я, сол бір күні жаны бір керемет күйге еніп еді ғой. Шалықтап жүрді. Мына ауылда ауылды қойып, мынау ғаламда өзінен әдемі, өзінен сұлу ешкім жоқ. Рас, үстіне құйып қойғанда еді көйлегі. Айнаның алдына жүгіріп барған. Өзін емес періштені көргендей болды. Көйлектің етегі қандай еді? Жүрген кезде гүлге ұқсап кететін. Төп түзу аяғын айқастыра басып бөлмеге сыймай біраз жүрді. Осы сұлуғымды көрсе ғой деп ойлаған. Оның атын атамақ түгілі ойлауға қаймығатынды. Ішіндегі бұлқынған сезімін біліп қоятындай қысылатын. Біліп қойса, нәркес сезімінің күл талқаны шығатындай. Оның үстіне қыз баланың, я, оның кейбір қылықтары Нұрланға ұқсаушы еді. Дәрін Нұрлан секілді ұяң болатын, өзімен өзі ғана жүретін, қақ-соқ мінезі жоқ жігітті елдің бәрі ұнататын. Оның алдында кейбір жас мұғалималар да өздерінің орнын ұмытып, қылымсый қалатын. Нұрландікі секілді балаң мұрты тебіндеп қалып еді-ау сол кезде. Мұны өлдіге санап, елдің бәрі осы үйге көңіл айта келгенде, өз ойымен өзі арпалысып, мына бір бұрышта ұзақ ойланып тұрып еді-ау, қасына барып еді-ау. Дәл сол кезде ол да сезгендей тіке қарап еді-ау. Көзінен бір тамшы ыстық жас. Қыз өзінің ойынан шошып кеткендей болды. Қайтадан кіршіксіз аппақ қардай көйлекті ойлады. Сол көйлекті кие салып шыр көбелек айналғанда, адам көріп шүбірек. Мұндай әдемі киімді қол жеткендер ғана киеді. Мектепке асықты. Сыныптастарына ақ көйлегін көрсеткісі келді. Сонымен алып шып мектепке барды. Бәрін де көрген түсей. Тұлпар уақытта зымырап бара жатқандай. Сабаққа да тиянақты дайындалған. Қыздағы өзгеріске бүкіл сыныптастары таңдана қарады.
Сол күні жігіттер де әрінен сылтауратып қасынан шықпай қойды. Тек қасында отыратын құрбысы сабаққа келмей қалыпты. Әуелгіде орны бос сияқты еді. Бір қараса сол бос орынға кимешек киген әже отырып алыпты. Бұл әже менің қасымда неге отыр деп ойлады. Үзіліс кезінде құрбыларынан сұрап еді. Бәрі қызға үрке қарап аң-таң қалысты. Келесі сабаққа да әлгі кемпір үн-түнсіз қасында отырды да қойды. Мұнан өзге ешкім ол кісіге назар аударып жатқан жоқ. Тіпті сыныпқа өзге кемпірдің кіріп кеткені де еленбейтін сияқты. Қыз қорқа бастады. Сабақ бітіп үйге қайтқанда да кемпір артынан бір ел қалмады. Үйге келе сала түстенді. Кемпір қарама-қарсысына келіп отырып алды. Далаға беттеп еді, ере шықты. Есі ауысқан жандай ауылды кезіп кетті. Кемпір бір елде қалар емес. Көлеңкесінде ілбіп ере берді. Ақыр шыдамай, сіз кімсіз? деді. Әжеңмін, Күлия әжеңмін, деді кемпір тілге келіп. Әкесінің осыдан 30 жыл бұрын о дүниелік болған шешесі, өзінің әжесі. Қыз бақырып жылап қоя берді. Ағыл-тегіл, қорыққан соншалық не көргенін айтып көзіне ерік берген. Дәл сол сәттен бастап өмірі өзгеріп сала берді. Содан кейін әкесі мен шешесі қызды қаратпаған бақсы балгер тәуіп құшынан қалмады. Емшінің бәрі бар бәлені аппақ көйлекке жапты, оқытып тастаған деді. Сон шешесі тауып алып қызына кигізген. Қыз елестен құтыла алмасын сезді. 3 күннен кейін көргеде үйренесің, бірте-бірте үйренісе бастады. Осылай болуы керек секілді. Еш жер ауырмайды, ақыл есі түзік. Керісінше санасы бұрынғыдан да тазалана түскендей. Естігенін қағып алайды, білмейтіні жоқ. Я тек әжей екеуі үйде қамалды. Дұрысы, қызды ешқайда қия бастырмайды. Қыз ешқайда бармаған соң әжей де кетпейді. 5 бөлмелі үйдің бір бөлмесіне отырады да қояды. Оған қыз өкпелемеді де, зерікпейді. Анық зеріктірмейді, қарап отырмай өлең жазатын болды. Көмбірлетіп күй шертеді, өлең жазбайды. Жазғызады, күй шертпейді, шерткізеді. Қоңыр үн қалықтап шығып ұзаққа самғайды. Күллі ғаламды үн бесігіне салып тербетеді. Күйге қанат бітіп, сүмбенің қос қырқасына қарай алып ұшады. Күйдің қос қанатын әжесі екеуі мініп алған. Қос қырқаның ар жағынан да осындай әсерлі музыка естіліп жаңғырып жатады. Шартас шақтағы ескі қорымдарда әруақтар Аллаху акбарлап жатқандай болады. 3 ай уақыттың ішінде қыздың нақышына келтіріп шертетін күйлерінің саны 427-ге жетті. Әжесі жазғызған өлеңдермен 3 қалың дәптер толтырды. Ал әжесінен үйренген әндердің санын есептеген жан жоқ. 3 ай шырқасаң да тауыса алмайсың. Өзі бұрыннан білетін қапез бен шалтабайды былай қойғанда қазақта әнші мен сал-серде қисап жоқ екен. Олардың рухтары келіп қызға бар өнерін үйретті. Әжесі қызықты қисаларын айтады. Кешегі дәстүрлі ән деп жүргендеріміз, авторлар бар екен. Осының бәрін елге айтқысы келетін болды. Бірақ мына бөлмеден шығуға рұқсат жоқ. Бар білгенімен, бар үйренгені осы бөлменің ішінен ұзай алмайды. Бір күні оңтайлы сәтті пайдаланып далаға шығып кетті. Өз үйлерінің қоршауларына жапсарласа, малдың тезегін үйіп тастаушы еді. Соның үстіне шықты да концерт қойды. Мұны тыңдауға келгендердің санын бір ғана Құдай біледі. Айнала елестерге толып кетті. Сол елестердің арасында көршілер де жүр. Қыз азғантай көршілердің өздерінен әлде қандай рухты елестерді көре алмайтынына өкінді. Сахнада Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Айгүл Серікқызы. Қыз іштей бір күліп алды. Маған мұндай атақтың қажеті не? Сонда да телеарнада әншілерді осылай таныстырып жатады ғой. Бір ән айтты, 2 ән, 3, бүкіл ауылдың аспаны жырға бөленді. 3 ән, 3 өлкенікі. Арқа, сыр, жетісу. Дәл осы сәтте қыздың сыртқа шығып кеткенін байқамай қалған әкесі жетіп келді. Әп-әдем концерттің быт-шытын шығарды. Әй шайға қарамай дедектетіп жетелей жөнелді. Қыз ән тыңдауға келген елестерден кешірім де сұрап үлгермеді. Үйге кірген соң әкесі сыртқа шықпа деп қатты ұрысты. Осылай күндер алға оза берді. Қыз үшін бәрі бұрынғыдай, тек сабаққа бармайды. Елдер жынданды дейді. Жынданған өздері. Туыстары күн аралата жағдай сұрап келіп жатқаны болмаса, дені сау. Киімі бүтін, көңілі тоқ, ақыл есі де орнында. Соңғы 3 айда бойындағы көмескі талантының көзі ашылды. Тап-таза бұлақ секілді. Ол бұлақтан күллі адамзат сусындаса да болады. Шөлі қанады. Өшкені жанып, өлгені тіріледі. Ол талант күннен күнге шыңдалып жатыр. Осылай адамды қамап тастап, өнерді өрістетуге болады екен ғой. Деп ойлады. Осы қазір әже қайда?
Күн батып барады екен. Қыз Нұрланды оятпақшы болды. Бейуақыт болып қалыпты. Нұрлан оянғанда көз байлана бастады. Тағы да жата тұрғысы келді. Бірақ қайдам? Қазір өрістен қой келеді. Оларды бөліп алып қораға қамау керек. Үйдің іші де қара көлеңкеленіп қалыпты. Көзін уқалап біраз отырды. Сосын тұра беріп еді, қақ алдынан бір елес жүгіріп өтті. Жүрегі атқақтап кетті. Қайтадан сылқ етіп отыра кетті. Маған не көрініп жүр? Маған не болды? Бәлкім кешегі ойдан арылмағандықтан болар деп ойлады. Елемегенсізді. Сәл отырды да далаға беттеді. Ауыл адамдары кезекпен қой бағады. Әнеу күні бұлар жаңа үйге көшкенде туыстары қораларын малға толсын деген ниетпен 10 шақты тұсақ атаған еді. Мал ұзап жайылған күні балалардың тілегі орындалады. Жота жаққа барып ойынның қызығына кіреді ай дейсің. Ауыл балалары ойынның көрігін қыздырып жүріп кей кездері қойдың келіп қалғанын аңдамай қалатын. Аяқ асты у-шу басталады кетеді. Әй, әлгі оң құлағы шолақ ақсаулық қайда? Ана қазақ қойдың қозысы адасып қалыпты. Бар тауып кел. Әй, анау қошқарың бүгін біздің қораға түнеп шықсын. Осындай сөздермен бірге қосам жарласып, қой маңырап, сиыр мөңіреп азан-қазан болады. Осының өзі қызық. Нұрлан бүгінде қойдың кеш келуін іштей тілеп келе жатыр. Бүгін ойынға бармады. Тым құрса бір жарым сағат құмардан шығатын. Нұрландар осы ауылға көшіп келгелі міне 13 күн. Ертең 2 апта болады. Бірақ бұрын да нағашыларынікіне кеп тұратын. Сондықтан ауылды жарым-жартылай біледі. Түпкілікті көшіп келген осы 2 аптаға жуық уақыт ішінде ауыл балалармен үйренісіп кетті. Балалар жақсы ғой, соғысады. Ертесі татуласып, ары қарай ойнап кете береді. Кек сақтау деген жоқ. Ал үлкендер, мысалға әкесі мен шешесін алыңызшы. Екеуіне не жетпейтін еді. Күнде ұрыс, күнде керіс. Соңғы 2 жылда әкесі адам танымастай өзгерді. Бұрынғы бақытты күндер ұмыт. Мұны мойнына мінгізіп алып, арсалаңдап жүретін зіңгіттей жігіттің құр сүлдері ғана қалды. Күнде ауылдың алқаштарының басын қосады. Солармен бірге жүреді, солармен бірге ішеді. Ауылдастар алқаш десе де намыстанбайды. Сосын үйге келеді де шешесін тепкінің астына алады. Нұрлан осы уақытқа дейін шыдап келді. Тек ажырасардың алдында үйге кірсе тағы да анасын ұрып жатыр екен. Жетіп барып қолына жармасты. Масаң әкесіне не күш бар дейсіз. Жұлып алды да қалбалақтатып итеріп жіберді. Сол-ақ екен әкесі. Ей шата, сен менің балам емессің. Білесің бе? Менің балам емессің. Әкесі етпеттей құлады. Екі иығы солқ етіп егіліп жылап жатыр. Нұрлан түк те түсінбеді. Мас адам не демейді, үйден шыға жөнелген. Көшеде біраз жүріп үйге қайтты. Келсе шешесі буынып түйініп отыр екен. Сол күні нағашысының үйіне көшіп келді. Қатты шаршапты. Үлкендер ауызғы бөлмеде әңгімелесіп отыр еді. Ұйықтап кетті. Қанша уақыт болғанын білмейді. Біреудің жылаған даусынан оянып кетті. Шешесі екен. Ол кімге тартқанын қайдам, ынжық емес әйтеуір. Мінезі дүт. Бір күні бәрін біліп өлтіріп қойса қайтем. Сорлаймын ғой, сорлаймын. Онсыз да 16 жыл сорлағаным да жетеді. Не жайында айтып жатыр екен? Кім жайында? Өткенде көршілері Байырқұл әкесін өлгенше сабап еді ғой. Шешем кетерін кетіп алып, енді әкемді уайымдап отырғанын несі екен деп ойлады. Әр жақтан тарихы қай. Болды, жылай бермеші, бәрі артта қалды деген. Осындай ойлармен арпалысқан Нұрлан Белтоғанға қарай жеткенін аңдамай қалды. Бүгін күнде асыр салатындардың бәрі тым-тырыс, дөңестеу жерде әңгіменің отын тұтатып отыр екен. Нұрлан да еріксіз қызды-қызды әңгімеге құлақ түрді. 5 ешкі, шайтан адамдардың көзіне ешкі болып көрінеді екен. Алғашқы әңгіме осылай басталды. Қазір қой келеді-ау. Сол қойдың арасында Сәметтің 50 ешкісі бар-ау. Сол ешкінің 5-еу шайтан болып мына балаларды қуа жөнеледі-ау. Жоқ, сөйтеді. Айтушы да, тыңдаушылар да біреу тәйт десе қашан жөнелер еді. Бірақ тәйт деп айқай салуы осындағы бірде біреудің жүрегі дауаламайды. Керісінше бір-біріне анағұрлым жақындай түскісі келеді. Лүпілдеген жүректер бір-біріне пана тілейді. Бір-біріне қамал. Алғашқы хикая аяқталды. Бірақ екінші бір бала ешкі тұяқты сұлу қыз туралы әңгімені бастап кеп жіберді. Кішкентай жүректер лүпілдеп кеудені жарып шығардай ұрғылайды. Оқиға қызықты әрі үрейлі. Анау қорымдардан ешкі тұяқты қыз келе жатырған сияқты. Ол қыз осы әңгімені естіп қастарында тұрған сияқты. Қазір оны әңгімелеп тұрған бала сол қызға айналып кететін сияқты. Бұл әңгімеде түгесілді. Қойды ұзата жайған күні отардың бас аяғын жинау қиынға түседі. Шамасы бүгінде сөйткен-ау. Қой тезірек келсе болатын еді. Мына қарғыс-атқыр әңгімелер тыңдамай қоятын. Балалардың бәрі осындай ойлармен үрпиісіп тұр еді. Кезекті әңгімені Әли бастады. Әсілінде балалар мұндай оқиғаларды бастағанда алғашқы
әңгімешілерден асып түскенді қалайды. Нұрландар көшіп келген үйді білесіңдер ғой деп айналасына қоқиланып бір қарап қойды. Артынша жарылған ерін бір жалап алды. Ол үйден Нұрәлі ағалардың неге көшіп кеткенін естідіңдер ме деді. Бәрі жым-жырт. Жаңа бір қиқай еститіндер құлақ түре қалсыпты. Нұрлан да әлденені қалыс естімейін дегенде ентелеп Әлидің қасына жақындады. Біз Қуат екеуміз дос болдық қой. Қуат дегенің кім деді Нұрлан сөзге келігіп. Сен құйысқанға қыстырылмашы деді жақтырмай. Қуат деген менің досым, сендердің үйлеріңде тұрған. Нұрәлі ағаның баласы. Бір ай бұрын қалаға көшіп кетті. Өткен жылдары біз 6-шы, жоқ 5-ші, уже 4 жыл өтіп кетті. Той 5-ші сынып оқып жүргенде Қуаттың әпкесі асылып өлді. Айгүл тәте деп еске салды шеткерлеу тұрған қара бала. Мұнысы Әлидің сөзін растағаны. Біз Айгүл тәтенің көршісіміз ғой. Ол кісі жынданардың алдында мынандай оқиға болған. Әжем ерте тұрып далаға шықса, біздің есік алдында әдемі аппақ көйлек пен туфли жатыр екен. Жап жаңа киілмеген. Әжем әлгі киімдерді көріп те оқытып тастаған шығар деп лақтырып жіберіпті. Анау ауылдың шетіндегі қара кемпірдің қызы жынсоқты болып ауырып еді ғой. Сол қара кемпірдің ісі. Егер сол көйлекті менің әпкем кигенде, ол да жынды болып кетер еді, деді сары бала мұрнын жеңімен сүртіп қойып. Әли әңгімесін жалғады. Сол кезде Айгүл тәтенің асылып қалған алғаш болып Қуат екеуміз көрдік. Қуаттардың қазіргі Нұрландардың үйінде тығылмақ ойнап жатқанбыз. Көз жұматын кезек Қуатта еді. Айгүл тәте ауырған соң ешқайда шықпаушы еді ғой. Сол бөлменің есігін ашып жаптым да шай ішетін ас үйлеріне кіріп кеттім. Қуат көзін ашқан соң алдымен дыбыс шыққан жақтан іздейді деп ойладым. Ойлағанымдай Қуат бірден Айгүл тәтенің бөлмесіне кіріп кетті. Мені іздей бастады. Шифонердің ішінде шығар деп ойлап ашып қалса, шыңғырған дауыс шықты. Қорқып кетіп әлгі бөлмеге мен де кіріп бардым. Бетінде айнасы бар кішкентай шифонердің ішінде Айгүл тәте асылып тұр. Мойнында анасының белдігі. Шын айтшы, сен оны көрдің бе? Деп шуылдасты балалар. Менің айтайын дегенім бұл емес деді Әли. Балалар демдерін іштене тартып тыныштана қалысты. Атам айтты, осыдан 3 апта бұрын Қуат Айгүл тәте асылып өлген бөлмеге кірсе, төрде суреттерді шашып тастап әпкесі отыр екен. Қатты шошынса керек, талып қалыпты. Оқыс шыққан дауыстан секем алып әке-шешесі жүгіріп барса, Қуат сұлап жатыр дейді. Ал Айгүл тәте ештеңе болмағандай ар жағында күлімсіреп отыр екен. Бұл көрініске шыдамаған әке-шешесі Қуатты алып сыртқа қарай тұра қашады. Дереу молдаға кісі жүгіртеді. Қуат әзер дегенде есін жинайды. Молда келіп әлгі бөлмеге кірсе, Айгүл тәте кетіп қалыпты. Тек суреттер шашылып қалған екен. Нұрлан өзіне не болғанын аңдай алмады. Денесінде жан жоқ, жүрегі атқақтап тұр, аяқтары дірілдеп буындарынан әл кете бастады. Кешегі ақ көйлекті қарақат көзі сұлу қыз Айгүл деген қыз екен ғой. Ол қызды мен түнде көрдім деп айтуға батпады. Тек сұлқ түсіп отыра кетті. Қанша отырғанын өзі білмейді. Әйтеуір тұла бойын бір үрей билеп алғанын сезді. Тағы да түн, өлі тыныштық, меңіреу бөлме. Көзге артық ештеңе түспегенмен бір елестің барлығы анық. Бір елес. Нұрлан бүгін шешесінің қасына жатпақ болды. Бірақ шешесі тұрмақ өзгенің қойнына еніп кетсе де, үрейден құтылмасын білді. Қап-қараңғы бөлмеден Айгүл жүрген секілді. Мұны шап беріп ұстап алатын секілді. Тағы да дөңбекшіп жатыр. Санасы тап-таза. Ояу, манағы әңгімеден кейін ұйықтап көріңіз. Кеше ғана емес, бүгін де алдынан жүгіріп өтпеді ме елес? Қазір бәрін шешесіне айтар ма еді? Қой, өзі жарымжан адамды қинамайын деп ойлады. Қинамайын, не де болса тағдырдың жазғанын көрерміз. Дөңбекшіген сайын темір төсек шиқылдап дыбыс шығарады. Бұл да үрейлене мазаны алады. Нұрлан өзінің бір тығырыққа тірелгенін аңдады. Тығырық немене, мына үйден көшейік дер еді. Оған қауқар жете ме? Жетпейді. Қазір күй талғайтын кез емес. Әкесін ойлады. Ол неге менен суынды? Неге мені жек көріп кетті? Неге? Жатын бөлменің есігін ашқандай болды. Нұрлан жастан басын жұлып алды. Әппақ көйлекті періште қыз күліп жіберді. Қорықпа, Нұрлан. Нұрлан тілін жұтып қойғандай шыңғырып жібереді еді, шама да қалмаған. Тұла бойы діріл басқан. Суға түсіп, күнге қыздырынғанда жақ-жағына тимей осылай қалшылдаушы еді. Мен де сен сияқты пендемін, екі аяқты, тек елдер өлді екен деп ойлайды. Мен өлген жоқпын. Сенбеді, жайшылықта көзге көрінбейтін елес қыздың даусы да тартымды екен. Бөлмеден қашып кеткісі келді.
бірақ аяғында әл жоқ. Еркіне бағынар емес. Қыздың сөзін естімейін деген оймен қолын құлағына апармақ еді, еркіне көнбеді. Нұрланға енді бәрібір еді. Әли айтқан қуат секілді талып қалар еді, талмады. Ақ көйлекті қыз қасына келіп отырды. Үрей де сейіле бастағандай. Кәдімгі сыныптасы қасына келіп отырғандай әсерге бөленді. Әлдене деп тіл қатқысы келіп еді, бірақ тілі де ырқына көнбеді. Нұрлан, сен қорықпа, мен саған тиіспеймін, тек жүрегің жарылып кетпесін, қорықпа. Несіне қорқады енді? Болары болды, бояуы сіңді, енді бәрін де біледі. Мына қыз буындырып өлтірсе де мақұл. Қыз Нұрланның қолына шап беріп ұстай алды. Тартып алмақ еді, шамасы келмеді. Нәзік саусақтар шырмауықтай шырмала қалыпты. Мұның қандай ойы бар екен деп ойлады. Қандай ойы бар екен. Онан кейінгі жайды есіне түсірсе, сенгісіз, ойлаудың өзі ыңғайсыз. Түнімен Нұрлан Елестің дегеніне көнді. Әйтпесе, Елес деген аты әйтпесе күн астында күнекке қыздың нақсүйері болды сол түні. Неткен үрейлі, неткен ләззатты түн, ыстық құшақ, бал ерін. Уақыт шіркінің де диірменнің тасындай шырайын алса керек. Өтті де кетті. Я, қолынан шап беріп ұстаған кезде бекер-ақ қорыққан екен. Қыз ел ойлағандай қорқынышты Елес емес екен. Ел ойлағандай жын да, шайтан да емес, тап-таза періште. Періште болғанды да, я, періштелердің періштесіндей. Өмір жар құшағын көрмеген балаң жігітпен бой жеткеннің балдәурені осылай тез зуылдап өте шығады деп кім ойлаған? Нұрланның беті қызарып кетті, өзінің ойынан өзі алғандай. Құшағына түнде Елес қыз енген еді. Ойланғанда Елес әйел жылап жатты. Жұбатар еді, тілі әлі күрмеулі екен. Елес әйел оянғанда сәске түс болып қалды. Кеше қыз еді, гүл ашылмаған. Бүгін танымы мен көзқарасы өзгерген, өмірге басқаша қарайды. Айнаның алдына барды, бетін арттай қызарып кетті. Айнадағы өз сұлуына өзі сұқтанды. Жалаңаш денесінде бір мін жоқ, қараса көз тоймайды. Кеше ғана ешкімге керексіз дей сезілетін еді. Енді оны құшатын құшақ бар. Оның заңды егесі бар. Тұла бойын балқытқан жас жігіттің тегеуріні де осал емес екен. Тарих ағай мен Нұрланның шешесінің арасындағы ахуал өз басына бұйырғанына сене алар емес. Әйел бақыт деген осы екен-ау деп ойлады. Кеше Нұрлан үрейден арылып, деміге іске кіріскенде көрші бөлмеде жатқан енесі естімесін дегендей көрпені тістелей берген. Сонда да әлсіз ыңыранған үн бойын балқытып, денесіне қан жүгірткендей болып еді. Бұл құшақта мәңгі жатуға да кетер еместігін сезді. Қандай бақытты, көзіне бір тамшы жас келді. Бір тамшы жас. Ойы бұзылып кетті. Ойын бұзған көрші бөлмедегі жай еді. Тарих ағай тағы келген бе? Апыр-топыр. Түндегі жай күндіз қайталанып жатыр. Бұл жолы не деген кісілер деп жазғыра алмады. Бұл деген бақыт қой. Әркімнің ақ бақытты болуға қақы бар. Қыз жүгіре басып төсегінің жанына барды. Аппақ көйлегі мен туфлиін киіп алды. Дәл осы сәтте үйге Нұрланның кіріп келе жатқанын байқады. Дереу алдынан шығып үйге кіргізбей қоймақ болды. Тарих ағай мен анасының арасындағы жағдайды Нұрлан көрмеу керек. Далаға шығар сыртқы есіктің табалдырығын аттап еді, қап-қараңғы әлем. Қабір азабын тартып жатқан аруақтарды көріп шошып кетті. Шыңғырған дауыстар санаға үрей ұялатады екен. Дереу кері қайтты. Қазір ғана көрген қорқынышты әлемнің есігі айқара ашылып, ар жақтан Нұрлан кіріп келді. Есіктің көзіндегі Елес әйелін көріп, жүрегі дір ете түсті. Елес әйел. Нұрлан сыртқа шыға тұр дегенше болмады. Нұрлан іште әлдене болып жатқанын түсінді. Аяқ киімін шешпек еді, аяқ астында үлкен ер адамның туфлиі амандық сұрасқандай телміре қалыпты. Ойлануға мұрша жоқ. Дереу анасының бөлмесіне жүгіріп берді. Әуелі анам асылып қалмаған шығар деп ойлап еді. Бұл ой қайдан сап ете қалды? Белгісіз, төрге озды. Шешесінің бөлмесінде әлдекімнің даусы жарқын-жарқын естілді. Есікті шалқалата ашып қап келді. Үш ұйықтаса түсіне кірмейтін жай. Тарих ағай мен анасы бір төсекте жатыр. Өмірде мұнан асқан қорлық болар ма? Дереу кері бұрылды. Сыртқа қарай тұра жөнелді. Қақ алдында Елес әйел шықты. Қайдан алған белгісіз, қолында жіп, қарақат көзінен мөлт-мөлт етіп тамшылар тамып жатыр. Дереу әлгі жіпті алып асылып өлмек болды. Тарих ағай мен шешесі киініп далаға шыққанша қорадағы діңгекке буынып та үлгеріп еді. Елес әйелі мұны ажалдан арашылап алғысы келгендей мойнындағы жіппен алсады. Райыңнан қайт дегендей жалынышты көзбен қарап қойып, буынған жіпті шешіп әуре. Дәл осы сәтте Тарих ағай да жетіп үлгерді. Асылып тұрған жіпті пышақпен кесті, дереу көз алдында бір тауықты буындырып өлтіріп жіберді. Осының бәрін әп сәтте орындады. Байғұс тауық ажалмен қанша арпалысса да жеңе алмады. Нұрлан өзін ұмытып тауықтайып кетті.
Бұл сәтте ұйқы да қысқан екен. Ұйықтап барады. Жоқ, әлде ояумын еді. Таңғы жайып бір әлем. Ертегілер елінде жүр. Шексіздік. Құрсаулы жаны бостандыққа шыққан. Еркін, қайғысыз, мұңсыз. Ғаламат, керемет, ғажап. Құс секілді ұшып жүр. Қонқысы келмейді. Қонқысы. Айналасы түгел кемпірқосақ. Жап-жасыл әлем. Жайнап тұр. Айналадан жылылық сезіледі. Елес әйел екеуі қол ұстасып алып бұлттардың үстінде ұшып жүр. Ұшып. Өлім деген соншалықты қорқынышты емес екен. Төменге қарады. Шешесі. Тарих ағай, анасы зар еңірейді. Тарих ағай өлі денесіне су бүркіп жатыр. Қорқынышты, өрт сөндіргенде жүзі тотығып кеткен. Бәріне өз кінәлі екенін сезеді. Анасын жұбатуға да әлі келер емес. Ал мына жақта шат-шадыман, күлкі, мәңгілік тыныштық, жандары рахаттана қалықтайды. Бір әлем мен екінші әлемнің арасы мұндай жақын болар ма? Тым жақын. Бірақ алыс. Көктен құйылған нұр өзіне магнитше тартады. Сол тартылыстың құшағына қарай самғап келеді. Самғап. Көз ұшында бейкүнә ауыл, шешесі, тарих ағай, сыныптастары, көршілер қалып барады. Қош деуге де шамалары жоқ. Тағдырдың дегеніне көне салатын сияқты. Дәл осылай болуын бұрыннан ақ күтіп жүргендей. Кенет нұрлы жол қағайырылды. Бірі жерге, нақтырақ айтқанда өлі денесіне бағыт түсіп, бір көкке жол тартты. Қос қарлығашта екеуінің жолы екіге бөлінді. Қас қылғандай нұрланды жерге, қызды аспан қарай алып ұшты. Кетпеші деп айқайлады, жылады. Кетпе, мені де ала кет, мен сені. Онан арқысын айта алмады. Жылап жатып оянып кетті. Аппақ бөлмеде жатыр екен. Қасында шешесі. Ақ қалатты дәрігерлер шығып бара жатыр. Күбір, күбір, гүмбір, гүмбір. Шешесі сөйлеп жатыр. Түсініп болмайды. Дауыс та бірте-бірте тұнықтала бастады. Балам-ау, ол сенің әкең ғой, әкең. Мен саған 15 жыл бойы айта алмаған сырым еді ғой. Әлен, я, тарих ағайың, сенің әкең, сенің әкең. Мен бейбақ. Онан арқысы тағы да естілмей кетті. Елес әйел тағы да айнаға қарады. Көзі күлбіртеніп кетіпті. Нұрлан асылып қалған кезде далаға қалай атып шыққанын ойлады. Сенгісіз, шыңғырған дауысқа да, беліне оратылған жыланға да қарамады. Лапылдаған отты белуардан кешіп Нұрланның қасына жеткен. Мойнындағы жіпке жанмасқан. Маңдайының соры 5 ел екен. Жар құшағын бір-ақ күн көремін деп кім ойлады? Егер Нұрланды ажалдан арашылап алмағанда қазір қасында жүрер ме еді? Нұрлан жоқ. 5 бөлмелі үрейлі үйде үрейлі елес ғана бар. Мынау әдемілігін кімге дәрі? Бұрын тек інілерін, әке-шешесін ғана сағынар еді. Бұларға Құдай қосқан жары да қосылды. Нұрлан, Нұрланым, сағыныш дегеннің не екенін сағынған жан ғана түсінеді. Сал серілердің шер тарқатар бір әнін айтпақ еді. Көңіл қошы келмеді. Қарғыс атқыр үйден көшемін деп Нұрланның анасы жүктерін жинастыра бастаған. Нұрлан емханада қанша жатарын бір Құдай біледі. Елес әйелін іздей ме жоқ па? Ол арасы белгісіз. Әжесін ойлады. Ол кісі қайда жүр екен? Осы бөлмедегі шифонерге асылып қалған кезде қасында еді. Одан кейін жоқ болды. Ол кісі болса зерікпес еді. Қазір ән үйреніп отырар еді. Күй тартқызар еді. Айтпақшы, өнер үйренуден мән қалды ма? Елес әйел өз үйренгенін өзгеге үйретпесе не қажеттігі бар оның? Онсыз да осы бес бөлмедегі біраз жақ тоттанып жатқан жоқ па? Өткенде суреттерді шашып көзге көрініп нем бар еді деп ойлады. Осы үйде екенімді білдірмесем, ешкім де көшпес еді ғой. Інілерімді күнде көріп жүрер едім. Ауыр күрсінді. Ессіз қалған даңғардай үйде ауыр бір демалғандай болды. Сүмбе өзен тынымсыз ағады. Тынымсыз. Уақытта сондай замананың теңізіне ағысындағы бары құйып жатыр. О, шіркініңіз кемеріне толып асып таспайды. Сіміре береді. Болған оқиға қазіргі көзқараспен қарасаңыз болмаған. Болуы да мүмкін емес. Нұрлан ешкімге тіс жармайды. Жаруға да құлықты емес. Емханадан тәуір болып шыққаннан кейін анасы біраз бақсы балгердің емші құшынаштың алдын көрсетті. Бәрінің айтатыны бір сөз, қасиетті жерді басып кетті. Ол қай жер екені де есінде. Әлидің шатағының арқасында молаға амандасып кіргеннен кейін жан ұшыра қашпап еді. Дәл сол сәтте шеті қақыраған қабірге аяғын соғып алмап еді. Өз есебінде сол сәт. Содан кейін үрейлі күндерде себепкер сол жер. Қазір құлан таза айтқан, оқуын да бітірді. Алматыға жоғары оқу орнын тәмамдады.
Шешесі мен әкесі қосылған. Енді ол Тарих аға емес, әке. Бірақ Нұрланның мойындағысы жоқ. Тек өзінен аумай қалған інісіне қарап іштей мойындайды. Қойшы. Уақыт шіркінде тоқтау бар ма? 5 бөлмелі үйде үрейлі елес те ұмыт. Бірақ ұмытылмайтын жайлар да бола береді. Кей кезде өз-өзіне симай кетеді. Үрейлі үйге кіріп бармаққа бел байлайды. Елес әйелмен тілдеспек болады. Оған жігер қайда? Онсыз да әрең сауыққанда сау басына сақина тілеп не керек? Үрейлі үйден көшкендеріне 9 ай болған кезде елеусіз шал әлгі үйдің есігінің алдынан сәби тауып алыпты. Ол кезде Нұрлан 11 сыныпқа көшкен. Шырылдап жылап жатыр екен. Пұшпағы қанамаған әйелі бауырына басыпты деседі жұрт. Енді біреулер ол баланы Алматыға апарып жетімдер үйіне өткізіп жіберді. Ал үйіндегі кішкентай елеусіз шалдың немересі екен. Алматы жақта тұратын інісі алғашқы немересін бауырына бассын деп ағасына беріпті дейді. Нұрлан мектепті бітірген күні баланы барып көрмек болды, бірақ жүрегі дауаламады. Нұрлан Алматыға бір жола кетті. Еңбек демалысын алғанда ғана жылына бір мәрте ғана ауылға келіп қайтады. Ал өсек айтпаса тұра ала ма? 5-6 жыл өтпей жатып жұрт тағы бір әңгімені шетін шығарған. Елеусіз шалдың баласы нышаналы екен, арқасында қанат бар. Оны киіммен жасырып қоядымыз. Түбінде бір жерден шығайын деп тұрған бала. Аса зерек, білмейтіні жоқ. Мұны естіген Нұрлан бір жолы райынан қайтты. Лажы болса баланы көрмей қоюға бекінді. Қалалық Нұрлан кейде ауыр күрсінеді. Көктем келгенде басқаша бір көңіл күймен жүруші еді шалықтап. Жер жіпсей бастағалы жалын жараланып өзін қоярға жер тапты. Бір рет ауылға барып қайтсам қалай болар екен деп ойлады. Келді, ауылмен қауышты. Әкесі, шешесі бәрі бір сыдырғы өмір сүріп жатыр екен. Інісі бір топ достарымен үйге кірді. Балалар жапа-тармағай қол беріп амандасып жатыр. Әне бір бала інісінен аумайды екен ау. Жүрегі алқымына тығылды. Қарақат көз, қайдан көрдім? Иә, үрейлі үйдегі аппақ көйлек киген періште киіпті арудың көзі. Бала қайдан кімнің баласын деп сұрай алмады. Онсыз да бекіледі. Ауылдың бас жағындағы бұрынғы үрейлі 5 бөлмелі үй жаққа жүріп кетті. Барса үй жоқ, орны ғана тұр, бұзып тастапты. Мұндай жақсы болар ма? Нұрланның мойнына мінген ауыр жүк сырғып түскендей болды. Бірақ жан дүниесі өртеніп бара жатыр еді. Аппақ көйлек, аппақ қыз, аппақ арман қайда екен? Бет оған жаққа барып еді, бір топ бала жүгіріп барады. Ол балалардың ішінде інісі мен өзінің тұңғышы кетіп бара жатқанын аңдады. Аңдады да арттарынан тұра жүгірді. Аппақ көйлек көрінбейді, бірақ қарақат көз бар. Сол сәбилердің ішінде. Биыл демалысым көктем мезгілімен орайлас келді. Ауылға бардым. Бір топ балалармен Нұрлан ойнап жүр екен. Мұнысы маған ерсі көрінді. Анау Нұрлан қалайсың? Деп айқай салдым. Ол мені бірден есіне түсіре алмады. Мұны қайдан көрдім дегенде ұзақ қарап тұрып қалды. Нұрлан, танымадың ба? Мен Әлимін ғой, деймін ыржалақтап. Қалай танымайды? Қанды көйлек жолдасым ғой ол. Әзір есіне түсірсе керек. Біраз ойланып тұрды. Әли, сен осы аппақ көйлекті періште көрдің бе? Деді. Көрмегенде ше, Алматыда солардың ортасында жүрмін ғой, дедім өзімше масаттанып. Оны айтпаймын. Әлгі ауылдың жоғарғы жағындағы бұзылған үйдегі ше. Бір кездері біз көшіп баратын. Сенің Қуат деген досың көшіп кететін. Ол үйде періште бар ма еді деппін мен, түкті де түсінбей. Нұрлан қолын бір сілтеді де ойынның қызығына түскен топ баланың ішіне кірді де кетті. Олар Нұрланды жатырқамайтын сияқты. Көршіде тұратын елеусіз шалдың баласына қарап, достарың маған өкпелеп қалды-ау деймін, дедім. Жынды ғой ол, деді тұқ етіп. Жынды, деді тағы да даусы дірілдеп. Маған ылғи да сен ақ көйлекті періштеден тудың. Сенің анаңның аты Айгүл дей береді, деді бұртиып. Жүрегім төңкеріліп бара жатқандай болды. Мен сонау бір жылы қой күтіп тұрған кезде Айгүл тәте жайлы үрейлі әңгімені ойдан шығарып айтып едім.